Саламатсыздар қыздар. Бүгін осындай орамал тігеміз. Бұған 1 метр немесе 1,5 метр штапель немесе хлопок мата керек, немесе трикотаж, ХБ трикотаж. Ал тігуімізді бастаймыз. Штапель матасын 1 метр аласыздар. Егер одан ұзын жасағыңыз келсе, 1,5 метр аласыздар. Штапель немесе трикотаж матасы болады. 2 бүктедім мұны. Осы 2 бүктегенді бұлай 3 бұрышты етіп тағы да бүктейміз. Мынау алдыңғы жағы болады. Ал мынау арқасы болады. Мына бүктелген жағы арқасы болады. Бұл арқасын 1 метр, бұрышынан бастап 1 метр етіп белгілеп аламыз да. Мына бұрышына дейін овальный етіп сызып аламыз. Мына бұрышқа дейін осылай овальный етіп сызып аламыз. Осыны қырқып аламыз. Бұдан ұзын қылғыларыңыз келсе, артқы жағын 1 метрден көбірек қырқа бересіздер. Қазір осы сызған бойынша қырқып аламыз. Мені қырқып алды. Енді осындай маңдайына тігетін қырқып алдым. Мына жағы, мына бүктелген жағы, осыны қазір 2 бүктеп жасаймыз. Мына жағы менде 8 сантиметр, ал бұлай 14 сантиметр. Осыны мына матамыздың шетінен алып қырқып алсақ болады. Мына бір жағын ғана аламыз. Бір бөлігі. Екі бүктеп маңдайына тігетін, үстінен кружева матасын тіксеңіздер де болады. Әдемі кружева матасы болса тігесіздер. Тігіске 1 сантиметр қалдырып қырқып аламыз. Немесе бұлай бұрыш жасап, шетінен матаны 1 рет бүктедік. Міне тағы да бүктейміз. Сонда бізде косой шығады мына жағы. Мына жері міне созылады косой. Және мынаны бүктелген жағы, және мына жағы да бүктелген етіп қойсаңыздар, сонда сіздерде тек мына жерде ғана тігіс түседі. Ал егер бағанағыдай жасасаңыздар, сіздерде мына жерде де тігіс түседі, мына жақта да тігіс түседі. Осы оңай варианты, сол үшін осы оңай вариантымен тігеміз. 1 сантиметр тек мына жағына ғана тігіске қалдырып қырқып аламыз. Мені бағанағы қырққанымызды ашқан кезде мені осындай сопақша шықты. Осыны бүктейміз. Дәл ортасын тауып рассечка жасаймыз. Рассечка жасап аласыздар. 0,5 сантиметр. Кішкене ғана бұлай қырықтық. Енді осыны дәл мынау қысқа жағына алдын тігеміз дегенді. Бұны да жоғарғы жағына рассечка жасаймыз. Осы жеріне инемен қыстырып тігіп аламыз. Ашамыз. Мынау рассечкамен маңдайына тігілетін мынау рассечканы бір-біріне қыстырып айналдыра осылай тігіп шығамыз.
Mana iğnelerimi kıstırıp aldım. Osunu қазір тігіп шығамыз. 1 сантиметр тігіске қалдырып, закрепка жасап тігеміз. Сіздер бірінші қолмен көктеп, сосын тіксеңіздер болады. Ал егер сразу тіге алам десеңіз, шетін оберлоктаймыз. Мынау бұрыштан мынау бұрышқа дейін оберлоктаймыз. Сол кезде мынау маңдайындағы осындай әдемі болып шықты. Оберлоктап шығамыз айналдыра. Мына айналдыра оберлоктадым. Мынау бұрышынан айналдыра оберлоктадым. Енді мынаны киіп өздеріңізге бастарыңызға керекті жеріне шейін осылай өлшеп инемен қыстырып аласыздар. Примерно 50 сантиметр болады екен. Осы жерінен бастап мынау ұшына дейін, бұрышына дейін тігеміз. 1 сантиметр қалдырып тігіп шығамыз. Міне мына жағын тігіп шықтық. Екі ашып, бұлай үстінен үтіктеп шығамыз. Бұлай үтіктеп шығамыз. Ал мынау шетін міне қайырып тігіп шығамыз. 0,5 сантиметр тігіс етіп айналдыра тігіп шығамыз бұны да. Осындай болып шықты. Енді етегін тігеміз. Мына тігісін үтіктейсіздер жақсылап. Етегін екі қайырып тігеміз. Бұлай оберлоктап тігуге де болады. Оберлоктап сосын бір қайырып. Олай да тігуге болады. Ал егер оберлок болмаса, бұлай бір қайырасыздар және екі қайырасыздар. 0,5 сантиметр жіңішке етіп қайырып тігіп шығамыз. Мұны айналдыра тігіп шықтық. Жақсылап үтіктейміз. Түзу болады сол кезде. Жақсылап үтіктеп киіп көреміз. Сонымен орамалымыз дайын. Міне қыздар, осындай кимешек пішінді орамал шықты. Сіздер осылай тігіп алыңыздар. Мен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.